Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Арнаға жазылып лайк немесе дизлайк басуды ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Кино басталмас бұрын саған айтарым бар. Менің каналымның ешқандай тәрбиелік мән мағынасы жоқ. Бірақ та ұятсыз киноларға шоу жасалмауын барынша қадағалаймын. Әзіл немесе анайы сөздер сенің немесе жақыныңның өміріне нұқсан келтіретін болса, бұл видеоны өшіруіңді өтінемін. Ал менімен қалған бригадамен бірге кино шоуымызды бастайық. Басты рөлде Венсан және де София. Олардың ет сататын дүкендері бар. Венсан үшін бұл дүкен өмірінің бір бөлігі. Ол әрбір сататын тауарын қарап, оған жақсы көңіл бөлетін еді. Бірақ та әйелінің бұл бизнеске деген сенімі кетіп, қарыздарының қашан құтылатынын ойлаумен болады. Екеуінің ара қатынастары да нашарлап кеткен. Тіпті ажырасуға шақ тұр десек те болады. Осындай бір күні оларға вегандар шабуыл жасайды. Бұл олардың жиі жасап тұратын істері. Олардың ойларынша сендер жануарларды өлтіріп, планетаны құртып жатырсыңдар дейді. Венсан шабуыл жасаған бір жігітті ұстап алып, оның маскасын шешіп түрін көріп қояды. Осы уақытта веганның достары келіп Венсанды ұрып қашып кетеді. Келесі күні ерлі зайыптылар достарының үйіне барады. Бұл Стефани және де Марк. Бұл кісілердің де ет сататын дүкендері бар. Олардың дүкендері өте жақсы жүріп жатыр. Қала бойынша бірнеше магазиндері бар. Бірақ оларды Венсан жақтырмайды. Олардың еттерінің құнарсыз екеніне күмәні жоқ. Себебі етті даже оның иті де жемейді. Ең қатты шатағына тиетіні олар ақшаларын, бизнестерін айтып мақтана беретін еді. Кейінірек София құрбасына қиналып кеткенін, оларға кредитке отказ келіп, ендігі банкрот алдында тұрғанын айтады. Стефани құрбысын жұбатып, одан соң сен Венсаннан да керемет жігітке лайықсың. Мені қарашы, күйеуім қаншама байлықты жұмсап жатыр. Сен де осындай жағдайға лайықсың деп азғырады. Бұл жерден қайтып келе жатқанда София күйеуіне ажырасқысы келетінін айтады. Сен секілді емес, өмірде бір нәрсеге қол жеткізе алатын жақсы жігітке тұрмысқа шыққым келеді дейді. Осы уақытта Венсан магазиндерін тонаған веганды байқап қалады. Барлық ашуын содан алады десек те болады. Машинаның тормозын басып, артқа жүріп байқамай өлтіріп алады. Если бы мясо ел, может, не так быстро бы сдох. Не істерін білмей полицияға хабарласып, байқамай басып кеттім деп айтпақшы болады. Бірақ та әйел оған, егер магазинде тонағанын біліп қойса, әдейі өлтіргеніңді білері сөзсіз, сондықтан басқа амал қолданайық дейді. Оны магазинге апарып бөлшектеп, сосын бөліктерін қаланың әр бұрышына апарып тастайық дейді. София бұл нәрселерді серийный убийцалар жайлы бағдарламадан көріп алған екен. Солай Венсан өліктің денесін алып магазинге апарады. Денені турап жатқан кезде еттің бір бөлігі жерге түсіп кетеді. Осы уақытта иті келіп, етті жеп тағы да сұрайды. Ол өліктің құлағын кесіп, итке бергенінде ол тағы да сүйсініп етті лезде жеп қояды. Осы кезде Венсан денені шеккіштен өткізіп, кейін сасыған товармен бірге шығарып тастауға шешім қабылдайды. Если честно, мына кинодан жүрегім айнып жатыр мен. Жұмысын бітіргесін үйіне келіп, әйелінің қасына жатпақшы болады. Бірақ та София оған, енді біз бірге жатпаймыз, диванға құры деп шығарып салады. Әйелі таңертең ерте тұрып, күйеуінен бұрын жұмысқа шығып кетеді. Венсан оянып магазинге барғанында кешегі шеккіштен өткен етті таппай қалады. Сөйтсе оны әйелі алып, бір кісіге тіліп сатқан екен. Утренняя ветчина просто бомба, никогда такого не пробовали. Венсан әйелге басқа ет алуына кеңес береді. Бірақ та ол әйел бұл еттің дәміне ғашық болып қалған екен. София күйеуінің біртүрлі болып тұрғанын байқайды. Және де одан етті маған айтпай қайдан алдың дейді. Ол поставщикті ауыстырып, Ираннан келген шошқа етін жеткізгенін айтады. София бір бөлігін алып жек көреді, және оның дәмі оған да қатты ұнап қалады. Сатып алушы әйел кетіп қалғанда, Венсан барлық шындықты айтады. Шын мәнінде, сен кешегі веганның етін жедің дейді. Осылай етті тастап жіберейік деп жатқанда, әйелі тастамауын өтінеді. Себебі бұл еттің дәмі ерекше дәмді екен. Осы уақытта бір кісі келіп, Ираннан келген шошқа етін бересіз бе деп сұрайды. Осылай олар бұл етті бар жоғы бірнеше сағат ішінде сатып тастайды. Келіп жатқан адамдар саны жетерлік. Полиция қызметкері келіп, магазиндерін талқандаған адамдарды іздеп жатқанын айтады. Сөйтіп ол да еттің бір бөлігін алып кетеді. Венсан үйіне барғанда еттің ең соңғы бөлігін алып тығылып жемекші болады. Бірақ оны әйелі байқап қалып, көрдің бе, қандай дәмді ет дейді. Осылай әңгіме айтып отырғанда, осы вегандарға шабуыл жасап, еттерін сатсақ қалай болады деп әзілдейді. Утром я бы их выводил на пастбище. Они бы щипали траву. Содан соң әзілдің арты шынайы ойға айналады. Олар магазиндерді талқандап жүрген вегандарды ұстап еттерін сатайық дейді. Венсан әрине бұл ойға қарсы болады. Келесі күні олардың қызы үйлеріне жігітін алып келеді. Ол жігіт веган болып шығады. Және де қызы да ендігі ет жемейтінін айтады. Если она поест мясо и поцелует меня, это как если бы я его поел. Сосын бұл жігіт өзінше болып ақыл айта бастайды. Етті қалай жейсіңдер, ұяттарың қайда деген әңгіме айтады. Мына сөзін қазақтар естімеген
бермесін, ато ат тастайды примерно. Осы сөздерден кейін Венсан жынданып кетеді. Осылай енді есірсоқ вегандарға шабуыл жасап еттерін сатамыз дейді. Олар вегандардың ресторанына келіп, оның егесін көреді. Солай осы жігітке шабуыл жасамақ болып шешеді. Кешкісін Венсан жігіттің артына түсіп, өлтіргелі жатқанда в общем, қорыққаннан безіп кетеді. Әйелінің қасына келгенде, ол оған қорқасың деп намысына тиеді. Почему ты кричал Аллах Акбар? Чтобы создать впечатление, что это теракт. Осылай олар басқа план ойлап таппақшы болады. Келесі күні олар жануарларды өлтіруге қарсылық танытуға шығады. Осылайша бұлар вегандармен танысып алмақшы. Оларға тырық жігіт келіп, кешкісін жолықпаққа келіседі. Ендіге қолына пышақ алып, оны өлтіргелі жатқанда, оның жалғыз еместігін байқайды. Олар Марктың дүкенін сындырмақшы екен. Венсан қуана олармен бірге барып, мақтаншақ досының магазинін қиратуға үлесін қосады. Содан соң әйел екеуі ресторанға барады. Сөйлесіп отырғанда София, сен қорқақсың деп тағы да намысына тиеді. Осылай сөзге келіп, қатты ұрысып қалады. Венсан кетіп қалғасын Софияның қасына бір жігіт келіп қырындайды. Ол Софияны үйіне шығарып салады, және де әңгіме арасында өзінің веган екенін айтады. София ол жігітті үйіне алып келеді. Венсан оның жігітпен сүйіскенін біліп қойып, қатты жынданады, және де жігіттің қасына келгенде, ол Софияны сенің көзінше не қылам дейді. Осыған жыны келіп шыдай алмай жігітті қолына ілінген нәрсемен соғып өлтіреді. Осылайша олар жігіттің денесін алып бөлшектеп шеккіштен өткізеді. Таңертең олардың достары хабарласып, вегандар магазиндерін қиратып кеткенін айтады. Олар шеккіштен өткен етті сата бастайды. Бұл етті алу үшін адамдар үлкен кезекке тұрады. Осылай олар бұл тауарды бірнеше сағат ішінде сатып тастайды. Ендігі ет қашан келеді деп сұрағанда, әйелі таңертең болады дейді. Кешкісін басында өлтіре алмаған ресторан бастығын ұстап алып өлтіреді. Осылай вегандардың артына түсіп, оларға аңшылық жасайды. Олардың еттерін сатып, тіпті бағаны да өсіріп тастайды. Қандай жағдай болмасын, адамдар сүйсініп бұл етті күнделікті алып отырады. Бір күні кешкісін бір жігітпен танысады. Оны өлтірмек болғанда, байқап қойып қашып кетеді. Оның артынан қуып келе жатқанда, жігіт өзімен өзі құлап өліп қалады. Олар достарының үйіне келіп, жаңағы жігіттің етін дайындап береді. Марк еттің дәмді екенін айтады, бірақ та сәлден соң еттің арасынан кардиостимулятор тауып алады. Венсан басқа бірдеңе айтып, олардың көңілін аулап тастайды. Осылай әңгіме айтып отырғанда, Венсан мен Марк ұрысып қалады. Екеуі төбелесіп жатқанда, Венсан Марктың құлағын тістеп алып, саған веган болу керек, етің дәмді емес екен дейді. Осылай ерлі-зайыптылар күнделікті аңшылықтарын жалғастырады. Осы істің әсерінен олардың сезімдері қайта ашылып, махаббаттары оянады. Бір күні екеуі вегандардың отырысына барады. Ол жақтан қызы мен оның жігітін кездестіреді. Жігіт, сендер бұнда не істеп жүрсіңдер? Бұлар таза ет жегіштер деп жан-жаққа жаяды. Оны басындағы Марктың магазин бірге тонаған жігіт естіп қояды. Кешкісін бірдеңені торап жатқанда, полиция қызметкері келіп қалады. Ол вегандардың біртіндеп жоғалып кетіп жатқанын жеткізеді. Үйіне келгенде ол әбден ойланады. Олардың осындай іспен айналысып жатқанын жақында барлығы біліп қоюы мүмкін деп уайымдайды. Бірақ та әйелі, біз ешқандай із қалдырып жатқан жоқпыз, сондықтан еш уайымдама дейді. Венсан ендігі сотталып кетпес үшін бұл істі тоқтатамыз деп айтады. Осы уақытта қыздарының жігіті үйлеріне келіп кешірім сұрайды. Әйелі күйеуіне өлтіруге намек тастайды, бірақ та бұл дұрыс емес деп жігітті шығарып салады. Таңертең адамдар етті іздеп келгенде, Венсан енді бұл ет мүлде болмайды дейді. Одан да басқа етті алыңыз дегенде, Нахрен мне не нужна твоя грудинка. Осылай ерлі-зайыптылар ұрысып қалады. Венсан шығып кеткенде оларға бұрын кездескен вегандар келіп, әйелді өлтірмекші болады. Венсан вегандардың көлігін көріп, бір жағдайдың болғанын іші сезеді. Осылай дайындалып алып, оларға шабуыл жасайды. Иті бір жігітке бас салады, ал Венсан қызды оңай өлтіріп, артынша келесі жігітпен айналысып кетеді. Ол жігіт Венсанды қатты жарақаттайды. Осы уақытта София қолын босатып, ілгішті көзіне кигізіп жібереді. Осылай киноның соңында оларды өмір бойына соттайды. Олардың қылмысын кардиостимулятор тауып алған достары ашып береді. Енді өзімнің ойымды айтып кетейін. Бұл кино комедия және де ужас жанрында түсірілген. Ең басты қателік негізінде вегандардан кетті. Жарайды, өзің жемесең жеме, бірақ та өз ойыңды тықпалап біреудің бизнесін таптама. Барлығы негізі осы жайттан басталды. Жалпы киноның мақсаты негізгі осы жайтты түсіндіруде болды деп санаймын. Бірақ та егерде осы киноны көрейін ба десеңіздер, мен кеңес бермеймін көруге. Өйткені әрең көрдім мен. Жалпы енді осы киношол бойынша сенің ойың қалай? Өз ойыңды комментарийға жазуды ұмытпа. Келесі кездескенше.